Ерте заманда Тобықбай деген бір мерген болыпты. Тобықбайдың әйелі өмір бойы бала көтермепті. Өзі момын, адал адам екен. Оны бүкіл ел жақсы көргендіктен бір перзенттің жоқтығына өз аяныштарын білдіріпті. Баланың зары өткен Тобықбай бір күні әйеліне қатты ашуланып: «Мен аң аулау үшін 3 айлық жолға шығамын. Қайтып оралғанымша бала тапсаң таптың, таппасаң сені қоя беріп, басқа әйел аламын. Бала болғанда да ұл бала тауып бер» деп сапарға аттанып кетіпті. Ерінің жарлығын қалай орындаудың жолын таба алмаған әйел қатты қысылады, зарланып жылайды. Бір күні нан пісіріп отырған ол тұңғиық ойға кетеді. Илеген қамырдан бір баланың бейнесін жасайды да сырттағы жер ошаққа от жағуға шығады. Отын тамыза алмай үрлеп жатқанда «Балаң жылап қалды, балаң жылап қалды» деген дауыс шығады. Артына жалт бұрылып қараса, киіз үйдің күлдіреуішінде отырған бір кішкентай құсты көреді. Әлгі «балаң жылап қалды» деп отырған сол бақыт құсы екен. Осы кезде үй ішінен жылаған баланың дауысы естіледі. Әйел жүгіріп үйге кіреді. Келсе, әлгі бала етіп жасап кеткен наны жоқ. Оның орнында аппақ сасандай бір ұл екі өкшесімен жер тепкілеп жылап жатыр. Әйел «Құдайдың бергені, бақыт құсым менің» деп баланы құшағына алады. Осы кезде әйелдің өмірінде тамшы тамбаған омырауынан сүт сорғалап қоя береді. Межелі мерзімі болғанда Тобықбай үйіне оралады. Қуанышы қойнына сыймай жүрген әйелі «Бұйрығыңды орындадым, міне балаң» деп аппақ сасандай ұлын ұсынады. Ал Тобықбай «Шыныңды айт, айналасы 3 айдың ішінде сен қайтып бала таба қойдың. Біреуден сұрап, немесе сатып, болмаса ұрлап алған жоқпысың» деп әйеліне сенбейді. Әйелі алғашында «Өзім таптым» деп отырып алады. Ақырында баланың қалай пайда болған түгел баяндап береді. Тобықбай бұған нанбапты. «Мен ауылдың бірнеше әйелдерін шақыртып, қолдарына бірдей қызыл алма беремін. Олардың арасына бөтен киім кигізіп, түсіңді өзгертіп, сені де қосамын. Бәрің алмаларыңды балаға ұсынасыңдар. Сонда бала кімнің алмасын алса, ол соның баласы болады. Осыған келісемісің» деп әйеліне шарт қойыпты. Оған әйелі «Нар тәуекел» деп бел байлапты. Тобықбай айтқанын орындайды. Ауылдың әйелдерін жиып, қолдарына алма береді. Бала ешкімнің алмасына қарамай, тек өз шешесінің қолындағы алманы қуана бас салады. Тобықбай оның өз баласы екеніне көзі жетеді. Жүгіріп барып баласы мен әйелін құшақтап бауырына басады. Бесік той жасап, елді жиып, нан берген деп ат қояды. Арада күн өтеді, ай өтеді. Бала алыптай жігіт болып ер жетеді. Нан берген 10 жастан асқанда қайратты қайырымдылығы мен атақты мергендігі мен ел көзіне түседі. Сол кезде Ұрқанды деген тауды мекендейтін Темір батыр, Су батыр деген атақты 2 мерген болыпты. Олар алысқанын алмай, көздегенін жықпай қоймайды екен. Нан берген ел ішінен осы аңызды естіп, екеуін тауып, олармен жолдас болуды армандайды. Ата-анасынан жол жүруге рұқсат сұрайды. Әкесі мен шешесі басында қатты қынжылып қайғырса да, кейін баласының талабын қайтарғысы келмейді. Жолға азық-түлік қамдап, баталарын беріп, шығарып салады. Нан берген 6 ай 6 күн жол жүреді. Іздеп шыққан Темір батыр мен Су батырды табады. Көп кешікпей олармен достасып кетеді.
Темір батыр мен су батыр нан бергенді нам батыр деп атап кетеді. Үшеуі бірігіп аңнан басқа жан баспайтын Ұрқанды тауында аң аулаумен бірнеше жылды өткізеді. Батырлар қарағайдан іргесі 70 қабат, есігі 7 қабат үй салып тұрып жатады. Екеуі аңға кеткенде, біреуі үйде қалып тамақ пісіреді екен. Күндердің бірінде Нам батыр мен Темір батыр аңға кетіп, үйде Су батыр қалады. Ол тай қазандағы етті балқыты басып отырған кезде сырттан біреу келіп, «Әй, есіңді аш!» деп айқай салады. Байқаса жолдастарының даусына ұқсамайды. Олардың келетін уақыты болмағандықтан есікті ашпайды. Сырттағы адам тағы да айқай салады. Батыр ашпайды. Бір уақытта салдыр етіп 7 қабат есік жерге құлап түседі. Батыр жалт қараса, бойы бір қарыс, сақалы 7 кез аппақ қудай шал кіріп келеді екен. Әлгі шал келісімен Су батырдан қазандағы етті сұрайды. Батыр, «Сен өзің кімсің? Бермеймін» деп жауап береді. Шал мырс етіп күледі де, Су батырдың желкесін бір аяғымен басып тұрып, етті сүйек саяғымен сыпырып сиырып жеп алады. Әбден тойған соң үйден шығып кете береді. Қас қарая аңға кеткен Нам батыр мен Темір батыр оралады. Келсе, қазан бос, ал өңі қашқан Су батыр қазанның қасында отыр екен. Олар, «Батыр-ау, ет қайда? Саған не болды?» деп сұрайды. Су батыр оларға болған оқиғаны айтып береді. Бұған Темір батыр мен Нам батыр күліп, «Жұдырықтай шалға күшің жетпеді ме?» деп мазақтайды. Ертеңіне үйде Темір батыр қалады, ал Су батырға, «Кешегі шал келер болса, оны ұрып жығып байлап қоямын» дейді. Серіктер оны құптайды. Темір батыр етті асып қойып, шалдың келетін мезгілін күтеді. Түс ауған мезгілде, «Есік аш!» деп бақырған шалдың даусы естіледі. Темір батырды есікті ашпайды. Ашуланған шал есікті бірақ деуіп кіреді. Оның түрін көрген батыр күліп жібереді. Шал ештеңені байқамаған болып батырға «Етті бер» деп қағады. Темір батыр еттің сылынып қалған сүйектерін береді. Шал оны жеп алып тағы сұрайды. Батыр, «Болды, жетер енді, үйден шық, әйтпесе басыңды аламын» деп кіжінеді. Шал, «Бермесең тартып жеймін» дейді де Темір батырды бас салады. Батыр шалдың бұл қылығынан төзе алмайды да екеуі жата кеп алысады. Ақыры шал Темір батырды атып ұрады. Бір аяғымен желкесінен басып тұрып, тай қазандағы етті тағы да сыпырып сиырып жеп кете береді. Күндегі уақытында екі серігі аңнан оралады. Келсе, оқиға кешегідей. Күлбеттеніп Темір батыр отыр. Ол сескенген раймен. Шалға тең келер күш жоқ. Оны жеңеміз деуге менің аузым бармайды. Бұл бізге бір бәле болып жабысты. Аманымызда осы арадан кетейік дейді екеуіне. Үрейі ұшқан Су батырды, «Кетсе кетейік» деп қостайды. Нам батыр Су батыр айтқан шалдың бойына, Темір батырдың қорыққан ойына сенер-сенбесін білмейді. Мырс етіп бір күліп алады да әлгі екі жолдасына, «Сендер рұқсат етсеңдер, сол шалмен мен де айқасып көрейін» деп өз ұсынысын білдіреді. Бұрын бұлар өзара күш сынасып көрмеген екен. Нам батырдың серіктеріне қарағанда жасы да, денесі де кіші еді. Сондықтан оны көзге ілмеген екі батыр Нам батырдың сөзіне күліп, «Біздің әліміз жетпеген Әзірейілге сен не қайрат көрсетесің? Етпен қоса өзіңді де жеп қояр. Басымыз амандақ, кетейік бұл жерден» дейді.
Бұған Нан батыр көнбейді. Амалдары таусылған серіктері, мақұл, өз обалың өзіңе дейді. Үшінші күні кезек бойынша Нан батырды қалдырып, екеуі аңға кетеді. Дәнігіп алған шал дәл мезгілінде тағы жетіп келеді. Ол әдетінше есік аш деп бақырады. Нан батыр 7 қабат есікті түгелдей ашады. Шал үйге кіріп ет сұрайды. Нан батыр бір жапырақ ет алып береді. Шал оны қағып жіберіп тағы сұрайды. Батыр оған еті салынған қабырғаны ұсынады. Оны да жеп алып тағы сұрағанда, Нан батыр шалдың сақалынан шап беріп ұстай алып, үйден шық деп ақырады. Шал ашуланып алыса кетеді. Екеуі ұзақ арпалысады. Ақырында Нан батыр шалды алып ұрады. Сақалынан сүйреп апарып, үйдің артындағы бір жуан бәйтерекке байлап қояды. Үйге келіп, қаннен қаперсіз етін асып отыра береді. Нан батыр кешке аңнан келген екі досына шалды ұстап алып, сақалынан байлап қойған айтады. Батырлар оған сенбейді. Нан батыр, алдымен тамақтанып алайық. Содан кейін өз көздеріңмен көрерсіңдер дейді. Үшеуі етке әбден тойып алып, шалды көруге шығады. Бірақ шалды байлап кеткен орын бос тұр. Ол бәйтеректі бүкіл тамырымен жұлып алып, қашып кеткен екен. Жұлынған бәйтеректің орнын көрген екі батыр амалсыздан шалдың қолға түскеніне сенеді. Олар Нан батырдың күшінің артық екенін мойындайды. Батырлар 3 желмаяға мініп, шалдың ізіне түседі. Қуа-қуа 3 ай, 3 күн өткен соң қашқын шалға да жетеді. Оның бәйтеректі сүйреген бойы жердің бір жарығына кіргенін байқап қалады. Әлгі жердің жарығынан өңіліп төмен қараса, ол бір түпсіз шаңырау екен. Үшеуі кім түседі деп біраз дауласады. Екі батыр қорқып келіспеген соң, Нан батырдың өзі түспек болады. Батыр қолына қылышын алып, беліне арқан байлап, жердің артына қарай сапар шегеді. Жоғарыда қалған екеуі арқанға арқанды жалғай береді. 140 арқанды біріне бірін жалғағанда ғана Нан батыр жер түбіне зорға шығады. Жердің астына түскен ол бір күмбезге тап болады. Күмбездің іші толған үлкендігі қозыдай қара құрттар екен. Қаптаған олар Нан батырға шабуыл жасайды. Бірақ батыр алып, күшімен қара құрттарды түгелде жан жаққа лақтырып тастайды. Енді ол күмбездің ішін аралап көрмек. Келе жатып, бір темір есікке кезігеді. Есік ашылғанда ішінде отырған адамдар көздері жәудіреп, мен арықпын деп шұрқырай жөнеліпті. Таң қалған Нан батыр, бұл не қылғандарың? Неге шулайсыңдар? Мен жер үстінен келген адаммын дейді. Сонда адамдардың біреуі басын көтеріп, осы жер астын мекен ететін бойы бір қарыс, сақалы 7 кез бір адам бізді жер бетінен алып қашып әкелген еді. Күніне 10 шақтымызды сойып жейді. Сондықтан біз бір күнде болса осы өмір сүріп, жер бетіне аман есен шығатын бір амал бола ма деген үмітпен есік ашылған кезде мен арықпын деп зарлаймыз. Ол Семіз деген адамды алып кетеді де сойып жейді деп мән жайды түсіндіреді. Қорықпаңдар, мен ол жауыздың көзін жоямын. Амалын тауып жер бетіне шығыңдар. Енді жолдарың ашық деп, Нан батыр әлгі адамдарды түгелдей босатады да өзі сапарын жалғастырады. Жол жөнекей Нан батырдың алдынан тағы бір есік шығады. Есікті ашып қараса, ішінде ай мен күндей толықсыған ғажап бір сұлу қызы отыр екен.
Қыздың қасында бәйтеректі сүйреп жатқан шал қисайып жатыр. Нам батырды көрген шал тұра ұмтылады. Екеуі тағда арпалысады. Ұзақ арпалыстан соң батыр ебін тауып, шалдың басын қылышпен қағып жібереді. Жауыз қожайыннан құтылған қыз. Ағатай, жер бетіндегі адамды көретін күнім болады екен-ау. Мен Сабаз деген шалдың жалғыз қызы едім. Осы зұлымның қолына түскеніме жыл болды. Еліме, әке-шешеме жетуіме көмектесе көр деп, зар еңіреп жылап қоя береді. Қыздың көз тоймайтын көркіне таңырқаған Нам батыр оған ғашық болып қалады. Қыз да батырды ұнатыпты. Елге барған соң екеуі қосылатын болып уәделеседі. Нам батыр қызды ертіп өзі жер астына түскен орынға келеді. Беліндегі арқанды шешіп қыздың беліне байлайды да. Сен қазір жер бетіне шығасың. Ол жерде мені екі досым күтіп тұр. Өзің шығып болған соң арқанды қайта төмен түсірерсіңдер дейді. Қыз қуанып кетеді. Нам батыр тарт деп екі батырға айқай салады. Олар қызды жіпке байлаған жапырақтай тарта бастайды. Арқанда алып шыққан Су батыр мен Темір батыр Нам батыр демес бір сұлу қызды көреді. Қызға бұлар да ғашық болады. Сұлу екі батырға Нам батырдың айтқанын жеткізеді. Олар арқанға тас байлап түсіріп жібереді. Осы арада екі батыр қызға білдірмей. Нам батыр жер бетіне шықса, бұл қыз бізге жоқ. Оны өлтіріп, қызды өзімізбен бірге әкетейік. Арқанды орта беліне дейін тартып келіп, қызға байқатпай кесіп жіберейік. Нам батыр шыңыраудың түбіне бар салмағымен түсіп, мерт болар деп ақылдасады. Қыз еш нәрсені сезбейді. Көп уақыт өтпей, зындан ішінен тарт деген дауысы естіледі. Үшеуі арқанды тарта бастайды. Алдында тұрған Темір батыр бір қолына өткір қылышын дайындап тұрады. Жарымына таянғанда қызға білдіртпей сол қылышымен арқанды кесіп жібереді. Екеуі өтірік қиналған болып, амал жоқ арқан үзіліп кетті деп отыра қалады. Қыз, олай болса, үзілген арқанның үзігімен мені қайта түсіріңдер, жалғап шығайын деп жалбарынады. Темір батыр мен Су батыр, енді одан бұлт жақын, деп қыздың сөзіне құлақ аспайды. Қызды күштеп ертіп кетеді де, Ұрқанды тауындағы мекендерін тастап, басқа бір жерге қоныс аударады. Шаңырау түбіне бар салмағымен құлаған Нам батыр ауыр жараланады. Бір күн, бір түн дегенде есін әрең жинайды. Ешқандай амал таппай шаршап, әлсіреп отырған кезінде әлгі өзі босатып жіберген адамдар келеді. Нам батыр бастан аяқ болған оқиғаны өзінің қазіргі халін баяндап береді. Олардың арасында бір қарт емші бар екен. Қария батырдың сынған сүйектерін таңып, емдейді. 3 айда оны қас қалпына келтіреді. Нам батыр оңалған соң, барлығы бірігіп жер астындағы қылыш, күрек сияқты құрал саймандарды жинайды. Жердің жарығын қазып басқыш жасайды. 1 ай 10 күн дегенде барып, жер бетіне шығады. Өздермен бірге бойы бір қарыс, сақалы 7 кез шалдың тонаған заттарын да ала шығады. Қуаныштарында шек жоқ. Нам батыр дүние мүліктерді ел жұртына қайтарып, өзі кегін алу үшін Ұрқанды тауына бармақ болады. Қасындағылар батырды жалғыз жібергілері келмейді. Бірақ Нам батыр оларға ризашылығын білдіріп, қоштасып жүріп кетеді. Осылай Нам батыр Ұрқанды тауына жетеді. Бірақ Су батыр мен Темір батырды және өзінің қалыңдығын іздеп таба алмайды. Жыл жарым уақыт өтті. Бір күні Нам батыр жаяу келе жатып, жайылып жүрген қалың малды кездестіреді.
Шет жақтап келіп қой бағып отырған қойшыға жолығады. Амандықтан кейін, бұл кімнің малы деп сұрайды. Бұл Темір батыр мен Су батырдың малы деп жауап береді қойшы. Олардың үйі қайда дейді Нам батыр. Қойшы Темір батыр мен Су батырдың отырған жерін көрсетеді. Екеуінің арасындағы сұлу қыз үшін болған араздықты айтып береді. Қаһарланған Нам батыр қойшының көрсеткен жолымен жүріп отырады. Тал түсте Темір батыр мен Су батырдың үйіне кіріп келеді. Нам батырдың амандығын көрген олардың зәрелері ұшады. Ашуынан сескенген екеу отыра қалып кешірім сұрайды. Сонда Нам батыр: мен дұшпанымды дос санаппын. Жаман дос көре алмайды, алдыңды орап жүргізбейді екен. Осыны түсіндім. Менің қалыңдығым қайда деп ашуланады. Қорыққан Су батыр мен Темір батыр: қалыңдығыңа еш жаманшылық жасаған жоқпыз. Ол аман есен деп жауап беріп, біреу сыртқа шығып кетеді. Сәлден кейін әбден зарығып, қайғы мен мұңда жүрген сұлу қызды ілестіріп қайта кіреді. Қыз: батырым, сенің аман ораларыңды сезгенмін, дейді, жасқа толы мөлдірген көзімен Нам батырға қарап. Батыр да қалыңдығының амандығын көріп, жаны жай табады. Ол Су батыр мен Темір батырдың жайылып жүрген малдарын иелеріне қайтарып береді. Ал өздеріне бұл жерден кетуді бұйырады. Кінәларын мойындаған екі батыр Ұрқанды тауына қайтып кетеді. Нам батыр сүйген қызын алып, еліне оралады. Бүкіл халқын жинап, үлкен той жасайды. Адал еңбегімен ата-анасын асырап, бақытты ғұмыр кешеді.